Hello, dear students. Let's start our English lesson. Біз бүгін ағылшын тілінен алфавитке байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сонымен біз бүгін ағылшын алфавитіне байланысты қандай жаңа сөздерді үйрендік, немесе әріптерден қандай сөз құрастыра аламыз. Осы бойынша бірге ойын ойнаймыз. Окей. Мұнда бізге 3 минут уақыт беріледі. 3 минуттың ішінде осы әріптерден, осы 16 әріптен біз сөз жасап, сөз дайындап шығаруымыз керек. Видеоны паузаға қойып, өзіміз сөз жазып, төменге комментарийға жазып кетейік. So this is our second game about ABC. So we will start our second game about ABC. Мұнда біз 30 секунд ішінде алфавитті, яғни әріптерді алфавит ретінде қойып шығуымыз керек. Okay. We will start. Are you ready? We will start. Дайынбыз ба? Әне бастайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, well done. Good job. So this is our third game. Мұнда біз алфавиттегі әріптерді үлкен таңбасы және кішкентай таңбалы деп қайсысы екенін табуымыз керек. Парасын табамыз, бір сөзбен айтқанда, жұптарын анықтаймыз. Okay, letter O. Good. M. S. N. Q. P. R. Good job. Okay, мына тапсырма да дәл осындай. Үлкен таңбалы әріптер берілген, қайсысы кішкентай таңбалылар сәйкес келеді, соны анықтайық. H, I, J, K, L, M, N. Very good. Next task, осы бейне сабақты паузаға қоямыз да, мұнда бізде алфавиттегідей қайсысы дауыссыз, қайсысы дауысты әріптер, соны сәйкестендіріп қойып шығамыз. Ұмытпайық, ағылшын тілінде 26 әріп бар, оның 6-ы дауысты, 6-ы дауыссыз. Консонант бұл бізде дауыссыз, ал екіншісі қызылмен берген, бұл бізде дауысты. Дауыстылардың саны бізде 6-ы, ұмытпайық. Our lesson is over. Goodbye.